Ассалаумағалейкум, құрметті достар, Күйгелек ТВ YouTube арнасында тұсаукесер. Бұл жаңа жоба. Біздің футболшылар тек қана алаңда емес, өмірде де жеңіске жететін көрсететін жоба «Баспен ойна» және оның жүргізушісі мен Эльдар Аманбаев. Бүгінгі жарымның қатысушылары Атырау Ю-18 футбол клубының ойыншылары, Атырау футбол клубының жартылай қорғаушылары Симбай Досали. Мен есімі Симбай Досали, мен Асқар Табөрік секілді айында 20 болды. Гатих Камиль. Мен Гатих Камильмін, және де мен лиг конференцияда ойнайтын команда болеть етемін. Матвей Борисов. Я Матвей Борисов, я болею за Барс. Біздің жоба 4 турдан тұрады. Сол 4-ші финалдық турға өту үшін біз алдымен бірге сіздермен 2 мықты білімді қатысушыны анықтауымыз керек, және бірінші тур бұл бізде активация. Чанган и Астана Моторс поддерживают юношеский футбол в Казахстане. Переходи по ссылке в профиле и приобретай автомобиль по самой выгодной цене. Жігіттер, активация турының ережелерімен таныс болыңыздар. Әрбіреулеріңізге 5 сұрақтан қойылады, және егер дұрыс бұл сұраққа жауап берсеңіздер, міндетті түрде 2 ұпай беріледі, ал тіпті жауап бермесеңіздер 0 ұпаймен келесі раундқа өтулеріңізге болады. Алғашқы кім ол жауап береді, соны өздеріңіз шешіп алсаңыз, араларында кім бірінші, кім екінші, кім үшінші. Келесіз ме? Бірінші бастайсың. Матвей, екінші сен боласың, және Досали, үшінші сен жауап бересің. Бір сұрақтан қоям, ойлануға тек қана 10 секунд. 10 секунд ішінде жауап бермесеңіздер, жауап қабылданбайды. Және егер Досалы, Матвей немесе Камиль жауап бермесе, сіздер жауап бере алмайсыздар бір-бірінің сұрақтарыңызға. Тек сізге ойлады, бір сұрақ сізге. Один вопрос, один ответ. Все. Хорошо? Ендеше бастаймыз. Бірінші сұрақ Камиль өзіне. Ромео мен Джульетта пьесасын кім жазды? Уильям Шекспир. Тамаша, міне алдымен қараңыздар. Керемет. Ендеше 2 ұпай бар сенде, Камиль. Второй вопрос. Матвей, готовься. Сколько континентов есть на планете Земля? 5, 6. Это твой окончательный ответ? 3 секунды. Да, 5. Правильный ответ – 7 континентов. Следующий вопрос. Келесі сауал. Досалым, өрмекшінің қанша аяғы бар? 8. Дұрыс. Енді бұл өте оңай сұрақтар. Келесі сұрақтардан бастап қиындай түседі біздің сұрақтарымыз. Келесі сұрақ Камиль өзіне. Жер планетасының күнді айналып өтетін жолы қалай аталады? Млечный путь. Жер планетасының күнді айналып өтетін жолы қалай аталады? 3 секунд. География пәні бойынша сұрақ. Атмосфера. Дұрыс жауабы орбита. Екінші сұрақ, Матвей. Мұқият бол. Самая большая птица в мире. Пеликан. У тебя есть еще 5 секунд. Подумай. Көмектесуге болмайды, өйткені көмектессеңіз, бұл кісі сосын сіздің орныңызға шығып кетуі мүмкін. Пеликан. Страус. Үшінші сұрақ өзіне, Досали. 90 градусқа тең бұрыш қалай аталады? 90 градусқа тең бұрыш қалай аталады? Пи бөлінген түр. Жоқ. Бұл квадрат, куб деген секілді. Почему внутри? 90 градусқа тең бұрыш қалай аталады? Как это говорил? Нет. 3 секунд. Либо сома. Жоқ, тік бұрыш деп аталады. Бұл жерде енді өте қиын сұрақтар болуы мүмкін. Келесі, үшінші айналым, бірінші сұрақ Камиль өзіне. Өсімдіктер фотосинтез процесінде қандай газды сіңіреді? Биология сұрақ. Өсімдіктер фотосинтез процесінде қандай газды сіңіреді? Кислород. Көмір, қышқыл, газ. Матвей, какой элемент обозначается химическим символом О? Кислород. Правильно? Поздравляю. Первый правильный ответ Матвея. Көмір қышқыл это углекислый газ. Досали, Зачем записывать? келесі сұрақ өзіне. Ғарыштағы алғашқы иттерді қалай атаған?
Бобик, Любик, Бобик. Тағы бір дәлен. Ғарышқа аттанған алғаш иттер. Олардың атауы керек. А, мен білемін рада. Ондай мультфильм бар. Үмітсің Көп жерде кезігеді. родный сан. КСРО кезінде аттанған иттер. Ол мысалы белка және стрелка. Я вот такие Көрдіңіздер вопросы ғой, көрдіңіздер ғой. Да мне вообще пеликан. Келесі сұрақ. Дайынсың ғой, Камил? Да. Қандай көне Рим қаласы жанартау атқылауынан жойылды? Кто орысша несе жібересіз? Какой древнеримский город исчез из-за извержения вулкана? Нет, подожди. Господи. Қандай көне Рим қаласы жанартау атқылауынан жойылды? Жанартаудан от шықты, бұл қалаға аттанды, және бұл қала жоқ болды. Бұл Вавилон? Помпеи қаласы. Ай, кстати, хороший вопрос. Дұрыс емес. Матвей, сенің кезегін. Какую науку считают лженаукой, где пытались сделать золото? А как, в каком плане, где пытались сделать золото? Например, камень берешь, и благодаря этой науке, там, не знаю, открытию, ты из этого камня получаешь золото. Это тоже древнеримские такие штучки. Не знаю, что это. Не знаю. Алхимия. А, Кеттік. бля, можно. Насарафны, да? Достар, өзіне сұрақ. Жердің газ тәрізді қабығы қалай аталады? Атмосфера. Тамаша, міне бізде лидерді пайда болды. Уже 4. Керемет. Енді соңғы сұрақтан мұқият болыңыздар. Камил, саған сұрақ. Қай әлемнің бөлігі барлық 4 мұхитпен жуылады? Евразия? Дұрыс, Евразия. Тамаша. Какой континент? Матвей, родной? соңғы минуттар. Заберись. Последние минуты. Ты должен исполнить штрафной, забить гол и завершить Ну, будете сначала. матч на отлично. Музыкальный ансамбль из 6 исполнителей. Оркестр. Нет, это понятно. 6 человек. О, это вот. 603. Есть? Нет. Это секстет. Достар, соңғы сұрақ. Әлемдегі ең ұзын өзен. География пәні сұрағы. Әлемдегі ең ұзын өзен. Какой континент не ответил, брат? Бұл өзен жағасынан керемет футболшылар шығады. Роналдо, Роналдиньо деген секілді. Алешандро Пату, Неймар. Бразилияда қандай? Урал, родной. Нет, не было. 3 секунд. Я не знаю. Білмеймін. Амазонка. О, міне. Можешь, родной? Осылайша құрметті көрермендер, біздің алғашқы турымыз активация туры аяқталды. Ендеше кім қанша ұпай жинағыңыз келсе, міндетті түрде біздің арнаға тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, комментарий. Penalti a favor del Real Madrid. Бірінші қорытындысы бойынша бізде 2 футболшы көшдара бастады. Ол Досали мен Камил. 2 ойыншыда 4 ұпайдан. Шапалақтап қойып. Ал Матвей, сізде 2 ұпай, Матвейде 2 балла. Ендеше құрметті көрермендер, біз 2-ші турға көшеміз. 2-ші турдың атауы ол VAR. 2-ші турдың шарттары. Бізде 5 медиа сұрақ бар. Бізде тұрған теледидар арқылы біз ойыншыларымызға сұрақтарды көрсетеміз, және әрбір ойыншыда бір ысқырықтан бар. Кім бірінші ысқырады, сол сұраққа жауап береді. Ендеше құрметті Атырау U18 футболшылары сізге барлығы түсінікті болса, Матвейде все понятно? Онда біз бастайық. Бір рет тексеріп көріңіз. Қағып аламыз болады ысқырықты негізі. Ыңғайлы болу үшін. Нормально? Камил? Жақсы ма? Барлық дайын ба? Да, нормально. Ендеше біз бастаймыз. Бірінші медиа сұрақ. Теледидарға назар аударыңыздар. Бұл қандай матчтан соғылған гол? Жалпы гол кім соқты? Қазір көріп алайық. Соңына дейін бірінші бізде Досали болды, екінші Камил, және Матвей ысқырған жоқ. Досали, Eden Hazar. Эден Азар, дұрыс па, бұрыс па біз көрейік. Қазір бізге дұрыс видео көрсетіледі. Бұл Эден Азар ма екен? Тамаша, Досалиға бір қол шапақ. Әдеттегідей бізде бұл дұрыс жауапқа 2 ұпай беріледі, ендеше бізде Досалиде 6 ұпай.
Келесі медиа сұрақ, назар аударыңыздар теледидарға. Бұл бізде қай команда? Матвей, А что? Манчестер Сити? атай аласың ба кім екенін? Эдерсон, Ага. Уолкер, Уолкер емес, Льюис, Хусанов, Диеш, Гвардиол, Де Брюйне, Алтын доп. Родри, Ага. кім, Бернардо Силва, кім, Мармуш, Холланд, Фоден. Я думал, ты скажешь Грилиш. Тамаша! Екі ұпай, Матвей, құтты болсын. Керемет. Рахмет, Осы да. қарқын атаймаңыздар. Міне қалай керемет екінші турды бастадыңыздар, иә? Екінші тайм сендердікі екен. Жалпы көбірек варға жүгіну керек екен. Тур. Бірақ бізде Алтын жүгіде ай. бар жоқ. Не алтын ай? Біздің жобада вар бар. Келесі видео сұрақ. Бұл екі жігіт қай командада ойнаған? Общий ма? Иә. ПСЖ? Мен емес пе? Жауап бердім. Жақсы. ПСЖ. Ойландырдың. Жоқ, ПСЖ емес, өйткені Дани Алвеш ПСЖ-да болғанда Серхио Рамос болмады. Прям... Камиль? Севилья? Вау, тамаша, Браво. бұл Севилья. Я думал, в Олды целом... помнят. Негізі Серхио Рамос пен Дани Алвес ПСЖ-да ойнады ма, ойнамады ма, оны комментарийге жаза кетіңіздер. Қателесуім. А у тебя 4? Да. Келесі медиа сұрақ. Мен де Төртінші, әдіші біз керемет келе жатырмыз. Бұл қай футболшы, тренер, функционер, президенттің дауысы? Камиль? Жозе Мауриньо? Жозе Мауриньо, тамаша, бұл особенный тренер, және Жозе Мауриньо ертең күні Камильдің ойынын қарап, бұл the best player деп айтса, біз өте қатты Сколько? қуанамыз. 3 вопроса было? Ендеше, құрметті қатысушылар, соңғы сұрақ қалды. Мұқият болыңыздар. Бұл қай футболшы? Камиль? Бұл The Best 2017 жылғы ең үздік футболшылары. Камиль, бұл жерде кім жасырылған? Қазір достар, мен бәрін көріп тұрмын. Сабыр ет. Камиль жауап берсін. Камиль 5 секунд. Серхио Рамос? Жоқ, Серхио Рамос емес, достар. Жақын, бұл қақпашы. Буфон. Матвей, Джанлуиджи Буфон. Тамаша, сол жылы Ювентус командасы Чемпиондар Лигасының финалда ойнаған, және Джанлуиджи Буфон өте керемет. Я надеялся, что это он. Ендеше, құрметті көрермендер, бізде екінші турдың қорытындысы бар. Бұл турдың қорытындысы бойынша кім алға шыққан екен. Екінші турдың қорытындысы бойынша бізде екі ойыншы жеңіске жеткен екен. Бұл Камиль және Матвей 4 ұпайдан, ал Досалиде 2 ұпай. Бірақ жеке дара шыққан Камиль 8 ұпай. Қол шапалақ. Досали мен Матвейде 6 ұпайдан. Міне қандай керемет, қандай керемет тұрақтылық атырау футболшыларда. Ендеше, құрметті көрермендер, бізде 3-ші раунд. Бұл раундтан кейін біз бір ойыншымен қош айтсамыз, біреулеріңіз қосалқы құрамға аттанасыздар, сол үшін өте мұқият болыңыздар. Келесі 3-ші тур 4-4-4. Бұл турдың ережелері жігіттер өте оңай. Әрбіреулеріңізге лидерден бастаймыз, мысалға Камиль, сен өзіне ұнайтын ұяшықты таңдайсың, ойыншы, тақырып, әлем чемпионаты, мен кіммін және клуб 3 деп айтсаң, жеке дара өзіне сұрақ қойылады, оған сен ғана жауап бересің, басқа ойыншылар жауап беруге болмайды. Сен, Камиль, немесе қатысушылар қиын сұрақтан бастауларыңыз мүмкін, жеңіл сұрақтан бастауларыңыз мүмкін. Жалпы бұл жерде өздеріңіз ғана ұяшықты таңдай аласыздар. Ендеше 3-ші тур біз бастаймыз. Бірінші болып таңдайтын бізде әзірше лидер Камиль. Клуб 3. Клуб 3. Бұл жерде өте оңай. Атлетико Мадрид. Атлетико Мадридтің 30 секунд ішінде 15 футболшының атауын керек. Бұрын ойнап кеткен, қазір ойнаған деген секілді. Дайынсың ба? Дайын. Ендеше уақыт. Облак, Гризман, Филиппе Луис, Диего Годин, Марата, Коке, Габи, Сауль, Суарес, Куртуа, Агуэро, Давид де Хе, Рейнилдо, Лоренте, Хави Галан и Гименес. Все. Гименес. Тамаша.
айтпақшы жігіттер, сіздер тамыз айында All Star деген ойын болады, Атлетико Мадрид және Фиджи Лига арасындағы ойында сіздер де қатысып қалуыңыз мүмкін, сондықтан жақсырақ ойнасаңдар, міндетті түрде Алматыға барасыздар. Ендеше келесі таңдау кезегі, Матвей, сізге берейік. Клуб 2. Клуб 2. Бұл жерде сізге Челси командасының 15 ойыншысын 30 секунд ішінде айтуыңыз керек. Дайын болсаңыз, дайынсыздар? Иә. Готовы? Мархабат. Есен, Азар, Чех, Терри, Кукурелла, Абумянг. Ебать, все забыл ему. Че? Шевченко. Лэмпорт. Торт. Лэмпорт, Джексон, Мудрик. Сколько осталось? 10 секунд. 6 ойыншы айту керек. 9-ын айтыңыз. Нет, Болды, всё. уақыт. Өкінішке орай Матвей 9-ақ футболшыны айтқан екен. Матвей, жалпы сен көрініп тұр, Барселона жанкүйері дейді. Барселона жанкүйері, сондықтан енді Челси. Бірақ кезінде Челси сендер өтті ғой. Сендер де өттіңдер. Почти есть. Кеттік. Келесі ұяшық, достар. Мен кіммін? Мен кіммін? 3. Сұрақ. Мен Челси клубында ойнадым және біраз уақыт Ресейде болдым. Африканың үздік ойыншысы атағын 4 рет иеленіп, 2 мәрте Африка ұлттар кубогын жеңдім. Мен кіммін? Изи. Бұл қай футболшы? Челсиде Ол жауап ойнаған, бермесе мен жауап берсем ала ма? Жоқ. Просто. Ресейде ойнаған, жаңа жауап беруге болады, егер достар жауап бермесе. Африканың аңызы, Дагестанда ойнаған, Анжи командасында. Это подсказка. Подсказка жесткая была. Ема. Достар, маған ұнап қалды, бойы мен секілді екен. Келесі ұяшық. Әмин? Клуб 4. Клуб 4. Бұл жерде сізге Боруссия Дортмунд клубының 15 футболшысын 30 секундта айтып кетуі керек. Дайын болсаңыз, Камил, кеттік. Марко Ройс, Холланд, Аубамейянг, Кобель, Бурки, Вайденфеллер, Хумельс, Кагава, Пищик, Шмельзер, Вейгель, Делейни, Пулишич, Индикеу. Пулишич, Барселона үйт қазір. Санчо Біздің саптың біреу. и этот Бенсибаини. Кім? Бенсибаини. Дұрыс. 15. Тамаша. Сізге 4 ұпай берілді. Өте керемет. Сколько Ендеше, тебе? Матвей. Право выбора за тобой. Я кто 4? Кім? Мен кіммін 4. Мен кіммін 4. Кеттік. Қазақша қоя берейін ме осы ойынды? Кеттік. Мен кіммін 4. Изначально я был нападающим, а потом Не, стал понял. защитником. Я отыграл 11 сезонов за один и тот же клуб, прежде чем стать его тренером. Я выиграл 2 титула в Бундеслиге и Лигу чемпионов. Кто я? Я знаю. Я тогда говорю. В прошлом сезоне он завершил карьеру тренера. Сейчас работает в системе Red Bull. Это наш партнер Red Bull. Брат, я знаю. Отказался недавно, вышло его интервью, якобы он отказался возглавить Реал Мадрид после Анчелотти. Я не знаю. В очках, Есть подсказки. белые зубы, Слишком сильные подсказки. эмоциональный, Он не лысый? он не лысый, Я могу дать постоянно Может- в кепке ходит. Можно без подсказок? 5 секунд. Ну это что? Последний тренер Ливерпуля Этот. Клоп. Юрген Клоп. Клоп. Браво. Он учил нападающим был? Ну, по одной подсказке, достали, я тебе помог, просто Матвей тоже хорошо. помог. Кеттік, достали. Сколько? 4? Келесі, Ойыншы 3. ойыншы 3. 10, да. Ағылшын премьер-лигасында ең көп құрғақ матч өткізген қақпашы. Бұл бүкіл неде да? Иә, жалпы тарихында 202 ойын өткізген құрғақ бұл қақпашы. Не твой раз случай. Это че? Тамаша? А или он, я не знаю. Осылайша, досталем, 2 ұпайды Логично. Сколько у тебя өзіне рядом? жазды. Үш ұпай ма? Сколько Осылай у тебя? досталем өзіне 3 ұпай керемет жазды. Кеттік, 12. кеттік. Санамазды жігіттер барлығын 10. санаймыз, айтамыз. Матвей қосыл, мүмкін қазір жетіп аласың. Камин, келесі ұяшық сенікі. Әлем чемпионаты 3. Әлем чемпионаты 3.
1930 жылы алғаш рет өткен әлем чемпионатын қай ел ұтты? Уругвай. Уругвай. Бұл енді өте Шымкент қарайтын, дейді, футболды білетін білгіштер үшін оңай сұрақ. Матвей. Ойыншы төрт. Ойыншы 4. Кеттік. Кто является лучшим бомбардиром английской премьер-лиги за всю ее историю? 260 забитых мячей. Харри Кейн? Подумай. Он разве не обошел? Он ушел. Правильно. Нет, он не обошел разве этого? Нет. Командист Он с таким ушел, не именем. обошел, не выиграл ни одного трофея. Командист с таким Не, я именем. понял, это этот, как его, Алан. Алан Кто Ширер, является нет? лучшим бомбардиром английской премьер-лиги? Алан Ширер, нет? Алан Ширер. Да. Правильно. 4 балла и возвращается А Кейн в игру. не обошел? Кто? Кейн не обошел? Нет. Кейн обошел Вейна Руни на это. За сборную Англии. Кеттік, достали. Әлем чемпионаты. Әлем чемпионаты 4. Ленин. Сұрақ. Әлем чемпионаты тарихында ең көп гол салған футболшы. Жалпы өзі 4 әлем чемпионатына қатысып ойын негізі. 4 немесе 3. А? Навыс. Жоқ, Навыс. емес. Тағы бір мүмкіндік. Тех. Әлем чемпионаты тарихындағы ең үздік бомбардир. Ол Мирослав Клоузе. 16 доп Ренат, этот салған пикать. екен. Мен совхоз шабушы. Әлем чемпионат? Кетті, Камиль. Сенің кезегін. Сұрақтар азайып барады, сондықтан мұқият болыңыздар. Клуб 1. Клуб 1. Бұл жерде Барселона футбол клубының 15 ойыншысын атау керек. Әдеттегідей 30 секунд тайм болса. Баста. Хави, Иньеста, Бускетс, Ямаль, Гави, Педри, Мартинес, Щесный, Терштеген, Вальдес, Браво, Месси, Неймар, Суарес, Гвардиола. Все. Тамаша. Бұл енді нағыз сенің рубрикің екен. Бақтыдан Бақтыдан Юдинов келесі ойыншы Барселона ауысып. Спойлер, Фиджи Лигадан. Так, Матвей, твоя очередь. Следующий вопрос. Ну, тебе нужно рисковать. И здесь, я думаю, двоечку нужно выбрать. Чемпионат мира 2. Чемпионат мира 2. Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет в 3 разных странах. США. Назови оставшиеся 2. Вот я не помню, США. Саудовская Аравия есть? Нет, это 2000. Они географически должны находиться рядом. Да? Ну да. Канада? И я тебя сузил буквально до 2 стран. Ты одну назвал, еще одна. Ну там рядом все. Ну там много. Нет. Мексика. Правильно, Мексика. Надеемся, мы тоже попадем На подсказку вывезу. на чемпионат мира 2026 года. Достали, сенің кезегің соңғы сұрақ осы 3-ші турда. Қай ойыншықты таңдайсың? Мен кіммін екі. Мен кіммін? 2. Разменный награда. Мен карьерамда 17, 7, 28 және 9 номерлермен ойнадым. Италия, Португалия, Испания және Англияда ойнадым. Мен кіммін? Есть вопрос. Месси одна. 17 болды, алдымен о деген 7, 28, 9, Италия, Португалия, Испания және Англияда ойнадым. Тағы бір. Руни в Португалии. Этот родной. Чех. 28 ой. Роналду? Қай Роналду? Криштиану? Криштиану Роналду, дұрыс. Тамаша. Осылайша міне көрдіңіздер ғой. Бірінші мектеп сұрақтарында біздің жігіттер сәл баяу жауап берді, ал футбол дегенде почти барлығына жауап берді. Ендеше финалға өткен қатысушылар. Құрметті көрермендер, 3 тур қорытындысы бойынша бізде 2 финалист анықталды. Өкінішке орай Досалы 14 ұпай жинады және бүгін осы ойында дополнительный время деп айтайық, қосымша уақытта финалға жолдама ала алмадың. Матвейде 16, ал Камилде 19. Бізде финал. Баспен ойна шоуының жеңімпазын анықтау үшін біз сіздермен бірге 4-ші турды қарауымыз керек. Бұл турды қарамастан бұрын міндетті түрде біздің комментарийге кім жеңіске лайық екенін жазып кетсеңіздер де болады. Ендеше 4-ші тур Ферги тайм.
жігіттер, жалпы Фергитайн термин білесіздер ме? Қайдан шыққан, қалай шыққан? Осы 92 жылда финал лига чемпионов болғанда Бавария Манчестер Юнайтед қарсы ойнағанда, сонда 92-93 минутта MU интеграция етіп, сол кезден бері Фергитайн деген шыққан. Камп Ноу стадионда 98 жылы Баварияны ұтқан. Жалпы ағылшын премьер лигасында 93 минуттан кейін Фергюсон былай көрсеткеннен кейін бүкіл төрешілер жалпы давление салады ғой қарсыластарға. Сол себепті бұл Фергитайн деп біздің финалдық турның атауын жөн көрдік. Бұл жерде жалпы тек Матвей, Камиль бірақ сұрақ қойылады. Матвей, у тебя 16 баллов, Камиль сенде 19 балл, және кез келген сұрақты естімес бұрын очконы жазуыңызға болады. Егер Матвей 16, 15, 14, 2, 3 бәрібір. Бұл жерде енді бастысы Матвей саған дұрыс жауап беру керек. Егер дұрыс жауап берсең, жаңағы жазылған ұпайлар 2 еселенеді. Дұрыс жауап бермесең, мәселесін 16 деп қойсаң, 0 деп осы финалдық ойынды аяқтайсыздар. Ендеше бір сұрақ қоймастан бұрын сіздер алдымен қанша ұпай тілейтіндеріңізді жазсаңыздар. Бірге көрсетіңіздер. 1, 2, 3. Матвей Вабанк, Камиль Вабанк. Міне қалай батысты характері. Екеуі де барын салып ойнап жатыр. Айтпақшы, бізде тең есепті болуы мүмкін, бірақ болмауы да мүмкін, оны білетін боламыз. Ендеше өшіріңіздер, екеулеріңізде Вабанк кеттіңіздер. Сұрақ Атырау футбол клубының тарихына байланысты. Жалпы Атырау футбол тарихын білесіздер ме? Иә. Матвей. Білеміз. Ендеше сұрақ. Атырау футбол клубы Қазақстан кубогын алғаш рет қай жылы жеңіп алды және финалда кіммен ойнады? Футбольный клуб Атырау выигрывал кубок несколько раз. В каком году он это сделал? Первый раз, Матвей, и кто был в финале против твоей любимой команды? Камиль уже ответил. Это, видишь, он как Фергюсон, он на тебя давит сейчас. Я насчет Хотя тоже нервничает. Насчет соперника не уверен. Нервничает. Насчет соперника А не уверен. почти надо написать. Без разницы. Я год не помню, но я помню с кем. А ты не смотришь? Не. Год. Атырау. В каком году сыграли впервые? Я наоборот, от соперника типа сомнений. Нет, у меня соперника сомнений нету. В каком году Атырау Вот у меня выиграл первый раз два Казахстана и с кем они играли? Я не снимаю, нет. Очень легкий вопрос. Я не помню год, честно. Я помню соперника. 10 секунд. Жазыңыздар. 10 секунд қалды, жігіттер. 1 минут уақыт ойлауға бердік. Дайын болсаңыздар, комиссия жаздың ба? Да. Матвей, Жаздым. ответ готов? 1, 2, 3. Шахтер 2009, Шахтер 2009. Вау, просто браво! Браво, видно, что парни, будущие игроки футбольного клуба Атырау өте керемет. Бұл нағыз енді тарих. Өйткені Атырау сол 2009 жылы Шахтер командасын ұтқан болатын. Құрметті көрермендер, бүгінгі ойынның жеңімпазы Атырау U18 футбол клубының жартылай қорғаушысы Камиль Гатик. Камиль, құтты болсын. Жалпы қандай сезім? Енді басқа ойыншыларға қарағанда Астанадан сен енді көтеріңкі көңілмен қайтатының анық. Жоқ, бірақ сонда да ұтылыстан басқа не ешқандай сезім ұтылысы қалай айтады, не заменит, мне думаю, не кажется, из-за этого. Одан да бұл жерден ұтылып, үш ұпай алып кетсең әлдеқайда жақсы дейсің ғой. Иә. Құрметті көрермендер, баспен ойна бағдарламасы осымен аяқталмайды, өйткені біз Күйджи лига бәсекесіндегі әрбір команданың өкілімен бұндай жарысты өткізетін боламыз. Құрметті жігіттер, сіздерге рахмет. Ендеше құрметті көрермендер, біздің YouTube арнаға тіркеліңіздер, пікір жазыңыздар, қай команданың өкілдерін көргіңіз келеді, ал біз сіздермен осы ретте қоштасамыз. Эльдар Аманбаев, Күйджи лига, сау саламатта болыңыздар.